Сәлеметсіздерме? Мен Атырау облысы Жылой ауданы Құлсары қаласы Аққайын 2 бөбекжай бақшасының тәрбиешісі Амангелдиева Светлана Амангелдиевна. Мен сіздердің назарларыңызға бөбекжайымыздың Жасыл әлем эко бұрышына шақырамын. Бұл бұрыштың негізгі мақсаты балалардың табиғатқа деген сүйіспеншілігін арттыру, қоршаған ортаны қорғауға, жауапкершілікпен қарауға, тәрбиелеу және экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Біздің эко-әлем табиғат бұрышы бірнеше бөлімдерден тұрады. Мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай қоқыс өңдейтін жәшіктері орналасқан. Мұнда балалар қағаз, шыны, пластикті сұрыптап салуды үйренеді. Орталығымыздың бұл бөлігінде интерактивті экологиялық ойындармен балалар ойнайды. Бұл жерде медицина істеп жатырсың? Қоқыстарды жинап, құдықтан су алып, гүлдерге құйып жатыр. Бұл пайдалы әрекет пе? Иә. Біздің табиғат бұрышында гидропоник бұрышында орналасқан. Ендеше балалар бергелей. Балалар не көріп тұрсыздар? Гүлдерге жапырақтар мен жемістер. Жемістер мен шөптер. Олар қалай өскен? Үлкен болып. Олар үлкен болып өсу үшін оларға не қажет? Су қажет. Су болмаса тіршілік көзі бола ма? Жоқ. Біздің келесі бөлімі бөлме өсімдіктерін өсіру және зерттеу орталығы. Мұнда біздің тәрбиеленушіміз Аяру. Сен істеп жатырсың? Гүлді қоқыс. Жарайсың Аяру. Аяру гүлді қопыстап жатыр. Ал мына екінші тәрбиеленушіміз гүлдерді суарып, оларға қамқор болып жатыр. Біз қалдық заттарды сұрыптап өңдеп, осындай әдемі тау, ағып тұрған сақырама бұлақ жасап шығардық. Бұл макетті әрбір отбасының ауласы осылай жайнап, жарқырап тұрсын деген мақсатта жасадық. Балалар, естеріңде ме? Біз сәуір айында осы жылыжайға қызанақ пен қияр егіп едік қой? Иә. Қазір сол қияр мен қызанағымызды біз жемісін алып жатыр. Енді біз қазір бұл жылыжайға бұрыш пен көк жуа егіп қояйық. Ертең күзде осының жемісін алатын боламыз. Жарай ма балалар? Иә. Балалар, біздің эко-әлем орталығымыздың өзіне сай табиғат бұрышының ережелері болады. Бірінші ережеміз қандай? Табиғатты сақтау. Қамқорлаймыз. Екіншісі? Зиян келтірмейміз. Суды үнемдейміз. Тазалықты сақтаймыз. Бесінші ережеміз? Су құямыз. Су құямыз. Жарайсыңдар балалар.